Дана халқымыз былай дейді: ішіңде не бар болса, сыртыңда да сол бар дейді. Егер ішіңде үрей болса, өмірден қорқып өтесің. Егер ішіңде ашу болса, өмір үнемі саған шабуыл жасайды. Егер ішіңде күрессем деген ниет болса, айналаңда бәсекелестер көбейе бермек. Ал егер ішіңнен өзіңді кінәлі сезінсең, өмір сені жазалаудың жолын табады. Егер ішіңде өкпе реніш болса, өмір алдыңнан өкпелетудің жаңа сылтауын тосады. Осының бәрінің бір себебі ғана бар. Сенің кім екеніңді көрсету үшін жан дүниеңде не сақтап жүргеніңді көрсетпекке. Жан дүниең қандай болса, өмір сені сол қалпында көреді. Өмірге, айналамыздағы жандарға қандай болып көрінгіміз келсе, сондай болып қабылдайды екен. Адамның санасы қаншалықты төмен болса, ол мұрнын соншалықты аспанға шүйіреді. Маған адамның кедейлігі емес, оның ойы мен жанының кедейлігі қынжылтады. Жұлынған гүл сыйлануы тиіс. Жазыла басталған өлең аяқталуы, ал сүйікті әйелің бақытты. Олай болмаса, әлің жетпес тірлікті бастамауың керек. Жас та өтер, бірте-бірте кәріде өтер. Баянсыз бұл жалғанның бәрі бекер. Жаһанда мәңгі жасар жан жоқ сірә. Кетеміз, кетті келер, тағы кетер. Әр адамда кемшілік, қателік болады. Бірақ соны көріп, дер кезінде тоқтату ең маңызды қасиет. Сол қасиетке ие болу үшін жанашыр, бетке айтар адамдар болуы қажет. Ол ата-анаң, әйелің, досың, әріптесің тағы басқа болуы мүмкін. Нәпсіге ауыр десе де, қабылдай алу да ол да ерлік. Оңай емес. Сонда даму болады. Сөз деген кілт сияқты. Керек сөзді тапсаң, қалаған жүректі ашып, кез келген ауызды жаба аласың. Қолыңда барда адамсың, қолыңда жоқта жамансың. Қолыңнан келмей қалғанда шашылып қалған сабансың. Денсаулық болса амансың, бәріне бірдей жағарсың. Денсаулық сенен кеткенде ешкімсіз жалғыз қаларсың. Еркекте бастысы байлық емес, оның ақылы. Әйелде бастысы сұлулық емес, адалдық. Доста бастысы бос сөз емес, қолдау. Сүйікті адамда бастысы талап емес, сабыр. Денеде бастысы келісті мүсін емес, денсаулық. Сөзде бастысы қандай айтылуы емес, шынайылығы мен мағынасы. Қымбатты менің көрермендерім, видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, комментарий жазып кері байланыс қалдыра отырыңыздар. Келесіге дейін аман болайық ағайын.